everyone, how are you today? Let's continue our lesson. Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Сабағымызды жалғастырайық. Біздер бүгін 5-ші модульдің 3-ші сабағы, яғни зәре құрылымының сұрақтарымен танысамыз. Және де бүгін my room тақырыбында топик құрап үйренеміз. First of all, let's revise the vocabulary from the previous lesson. Өткен сабақтағы жаңа сөздерді бір қайталап өтейік. Бөлмелермен танысқан болатынбыз. Бөлмелер бізде rooms, ас үй kitchen, қонақ бөлме living room, ұйықтайтын бөлме bedroom, жуынатын бөлме bathroom, әжетхана toilet. Енді осы зарадан арнайы жалпы сұрақ жасау үшін, алдымен жалпы сұрақ жасау үшін мына is алға шығады. Заридегі сөйлем is алға шығады. Сонда is there жекеше түрде is there деп бастаймыз сұрақты. Мысалы, is there an apple? Yes, there is, немесе no, there isn't деп жауап береміз. Мысалы, is there a pen on the table? Үстелдің үстіндегі қалам ба деп сұраймыз. Жоқ, no, there isn't, жоқ деген. There, егер көпше формада болса, онда there деп сұраймыз. Зарадағы алға шығады, сонда there болады. Жауап берген кезде қайтадан yes, there, no, there aren't болады. Қысқаша түрде жауап берсек болады. Мысалы, there 5 apples, ана жерде 5 алмама, yes немесе no деп жауап береміз. Yes, there are, немесе no, there aren't деп. Мысалы, there books on the shelf, мына сөренің үстінде кітаптар бар ма? Yes, there are деп жауап береміз. Мына жерде any сөзін қарастырайық. Бұл any кері сөйлемдерде немесе сұрақтарда ғана қолданылады. Тура сөйлемде бұны қолданбаймыз. Бізде қазір сұрақтарды қарастырып жатыр. Мысалы, is there any ice cream in the fridge? Жекеше түрде холодильникте қандай да бір вообще бар ма? Балмұздақ деген кезде осы any қолданамыз. Yes, there is егер болса, жоқ болса, no, there isn't деп жауап береміз. Немесе көпше формада are there any bananas on the table? Үстелдің үстінде қандай да бір банандар бар ма? Егер болса, yes, there are. Егер жоқ болса, no, there aren't деп жауап береміз. Тек сұрақтарда қандай да бір деген мағынада қолданылады. Енді осы there-ның арнайы сұрақтарына көшейік. Арнайы сұрақтарда әрдайымда осындай сұраулы сөздерден басталады. Мысалы, мына жерде how many қолданылады. How many қолданған кезде мына жерде соответственно көпше түрі жүреді, plural noun. Және содан кейін there жүреді. Мысалы, how many books көпше түрде жүреді соответственно. How many books are there on the table? Үстелдің үстінде қанша кітап бар? Жауап берген кезде толық жауап береміз. Қанша деген сұраққа жауап береміз. There are, сөйлем қайтадан орнына түседі. 5 books on the table. On the table қайтадан орнына түседі. Тек мына how many'дің орнына қанша зат сұрап тұр, соны сұрай қоямыз. Немесе how many pupils are there in the classroom? Сыныпта қанша оқушы бар? There are 11 pupils in the classroom. Класста 11 оқушы бар деп жауап береміз. Немесе не деген сұрақтан бастайтын болсақ, what are there on the table? Не бар столдың үстінде? There are books on the table. Столдың үстінде не бар? Не бар екенін айтамыз. Столдың үстінде кітап болса, there are books on the table деп жауап береміз. Немесе жекеше түрде what is there on the sofa? Диванның үстінде не бар? There is a pillow. Диванның үстінде көпшік бар деп жауап береміз. On the sofa. Мінекей оқушылар, осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды, грамматикалық бөліміміз аяқталды. Сұрақтар жасау жөнінде. Енді тапсырмаларға көшейік. Look at the picture and answer the questions. Мына суретке қараймыз. Сосын сұрақтарды оқимыз. Соған yes, there are или no, there are not деп жауап береміз. Мысалы, is there a sofa in the living room? Мына қонақ бөлмеде диван бар ма? Yeah, бар. Yes, there is. Немесе is there a green mat on the floor? Жерде жасыл түсті кілем жатыр ма? Жоқ, no, there isn't деп жауап береміз. Is жекеше, are көпше, соған мән беріңіздер. Келесі екінші тапсырма, look at the pictures and answer the questions. Тағы да сұрақ қоямыз. Мына жерде санын сұрап жатыр, не екенін сұрап жатыр. Мысалы, how many sofas are there in the living room? Мына бөлмеде қанша диван бар? Деген сияқты сұрақтар мұқият оқып, дәптерлеріңізге орындаңыздар.
Келесі бізде fill in the gaps using there is, there are, are there немесе is there. Тура сөйлем болса, жекеше болса there is, көпше болса there are. Егер сөйлемнің соңында сұрақ тұрса, ол сұрақ are there немесе is there. Көпше формада тұр ма, жекеше формада тұр ма, соған өңдеңіздер. Мысалы, a kitchen in my room. Нүктемен аяқталып тұр, значит сұрақ емес, мына екеуін қоймаймыз. A big kitchen деп тұр. A big kitchen кухня. Деп тұрғаннан кейін жекеше, значит there is болады. There is a big kitchen in my flat болады. Немесе мына жерде two bedrooms дейді. Екі жатын бөлме. Нүкте, яғни тура сөйлем болды. Екеу болғандықтан there-ны қоямыз. There are two bedrooms in my room болады. Мына жерде сұрақ уже. Жақта a bookcase дейді. A bookcase болғандықтан жекеше бір зат ол дейтін. Кітап сөресі, сенің бөлмеңде кітап сөресі бар ма деген сұрақ. Сонда біз оған is there a bookcase in your room деп сұрақ жасаймыз. Осылайша қалған тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Келесі 4-ші тақырып write a topic about your room. Өзіңнің бөлмең туралы топик құрастыр дейді. Мен сіздерге мына жерге дайын текст жасап қойдым, осыны көшіріп ал деген сөз емес, осы сөйлемге қарап, мысалы this is my house. Егер үй болса house дейсіздер, егер квартира болса, онда flat дейсіз. This is my flat. There are 3 rooms in my house. Менің үйімде 3 бөлме бар. Сізде 5 бөлме болса, 5 бөлме деп жазасыз. Сосын бөлменің аттары a kitchen, a living room, 2 bedrooms, toilet and a bathroom деген сияқты. Осылайша сөйлемдердің барлығын оқып, не қай жерде орналасқан, не бар, не жоқ, өздеріңіздің бөлмелеріңіз туралы жазыңыздар. Мына жерде cozy деген ыңғайлы, өте сондай удобный деген, bright деген сөз білен жарық деген. Қалған сөздердің барлығы таныс сіздерге. Осымен сабағымыз аяқталды. Видео сабақтың астындағы тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Әдеттегідей, the lesson is over. See you next lesson. Goodbye.